НАТО елдеріне осы 10 жылдың ішінде соғыс ашамыз, соғысуымыз мүмкін деп мәлімдеді. Тіптен ядролық қару қолданатындарын, зымырандар дайындап жатқанын, әскерге бюджеттен 40%-ін, 60% немесе 40% қателеспесем, қаржы бөлгенін айтты. Мұның түбінде не тұр? Қазақстаннан әскер сұрау мүмкін бе? Қандай жағдайда Қазақстаннан әскер барады? Мынандай мәселе бар. Жалпы ОДКБ деген дүние бар. Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы деген, өздеріңіз білесіздер. Оның негізгі жарғысында жазылған, егер осы ОДКБ-ға мүше мемлекеттерге сырттан агрессия жасалатын болса, ендеше сол ұйымға мүше мемлекеттер жаңа бірлесіп агрессия жасаған мемлекетке қарсы әскери іс-қимылдар өткізуге құқылы деген. Бірақ көріп отырғанымыздай, қандай конфликт болса да, ОДКБ-ның жарғысы іске аспайтын сияқты, себебі оның екі мысалы бар. Бірінші мысалы ол Армения мен Азербайжанның арасында болған қақтығыс. Ол сәтте де ОДКБ-ның жарғысын іске қосу бойынша Ереван бірнеше мәрте үндеу тастады, бірақ оның жарғысы іске асқан жоқ. Екінші мысалы ол Украинаның Курскке басып кірген сәті. Украинаның Курскке басып кірген сәтінде ресейлік тарап, ресми билігі болмаса да саясаткерлері Ресейдің заңды аумағына Украина кіріп кетті. Неге ОДКБ-ны шақырмасқа, неге ОДКБ әскері келіп бізбен бірге осы ұрыс даласында тұрған жоқ деген сияқты үндеу көрді. Жасалды. Көріп отырғанымыздай, ол үндеуде ОДКБ-ға мүше мемлекеттердің тарапынан бір жауапсыз қалдырылды. Сондықтан менің ойымша, қандай қақтығыс болса да, қазіргі уақытта ОДКБ-ның жарғысы іске аспайтын сияқты. Яғни бұл жерде ОДКБ-ға қарағанда екі мемлекеттің арасындағы келісім әлде қайда тиімдірек болатын шығар. Менің ойымша, егер қақтығыс болатын болса, Батыс пен Ресейдің арасында ендеше ұрыс даласында табылуға тиіс бірден бір әскер, ол Беларусь пен Ресей ғана болады. Басқа мемлекеттер әскер жіберуден бас тартады. Және қазіргі уақытқа дейін көріп отырғаныңыздай, Орталық Азиядағы мемлекеттердің барлығы дерлік Украина мен Ресей соғысында бейтараптық позиция ұстанады. Яғни олар ашық Украинаны да, ашық Ресейді де қолдамайды. Сондықтан әлемдегі бір Ресей мен Батыстың арасында қақтығыс туындайтын болса, дәл осы позицияны ұстануға тырысады. Ал енді Ресей мен Батыстың арасында қақтығыс бола ма деген сұрақ, ол мүлде бөлек сұрақ. Себебі көріп отырғанымыздай, қазіргі уақытта Ресейдің әскери әлеуеті Украина жерінде байқалып қалды. Жалпы Ресейдің қаншалықты ұрыс қимылдарына дайын екенін көрінді. Себебі соғысты бастаған кезде, Ресей Украина жеріне кірген кезде, Ресей соғысты қашан бастайтын Ресей шешті. Соғысты қандай бағыттарда бастайтын Ресей анықтады. Соғысты қандай күштермен бастау керектігін Ресей анықтады. Операциялардың жүру бағыттарын, операциялардың жүретін уақыттарын барлығын Ресей анықтады. Бірақ көріп отырғанымыздай, барлығы Ресей үшін тиімді болса да, Ресей әлі күнге дейін Украинадағы мақсатына қол жеткізген жоқ. Енді шартты түрде бірнеше аймағын басып алды. Бәлкім бұны Ресейдің бір плюсы деуге болатын шығар, бірақ басқа бір мақсаттарына қол жеткізген жоқ. Яғни Украина әскері әлі толыққан талқандалған жоқ. Украинаның билігі әлі күнге дейін өзінің орнында отыр. Ресей қанша сес көрсетсе де, батыс мемлекеттері Украинаға көмек беруді жалғастыруда. Ресейдің барлау қызметтері бірінен кейін бірі қателіктер жіберуде. Оны тіпті Ресейдің ішіндегі түрлі әскери жаңағы операцияларын болуын айтуға болады. Мысалы, күні кеше ғана генерал Кирилловтың мысалы жарып жіберді деген сияқты. Яғни бірнеше Ресейдің осындай бір осал тұстары батыс тарапынан да байқалуда. Сондықтан тіпті Украина сияқты мемлекетпен жаңа қақтығыста 3 жылға жуық уақыт өтсе де өзінің нақты міндеттеріне қол жеткізе алмаған Ресейдің алып 32 мемлекет мүше жаңа НАТО ұйымымен қақтығысқа түсуі, менің ойымша, ол абсурд. Себебі Ресей ондай қақтығыста сөзсіз жеңіліс табады. Ядролық қару қолдану мүмкін. Ядролық қарудың қолдануы ол домино эффектісі ретінде әлемдегі ядролық қару бар мемлекеттердің барлығының тізбекті реакция ретінде бір-біріне жаңа бұл қарудың қолдануына әкеп соқтуы ықтимал. Сондықтан үшінші дүниежүзілік соғыстың қаупі бар. Бірақ егер ядролық қару қолданбайтын болса, ендеше Ресейдің ашық ұрыс даласында НАТО мен тікелей қақтығыста жеңіске жетуі екіталай. Егер біз Украинаның мысалында алып қарайтын болсақ, Ресейдің соғыс бастаған сәттегі әскер саны Украинадан 3 есе көп болды. Ресейдің танктерінің саны Украинадан 10-15 есе көп, авиациясы 5-6 есе көп, демографиялық тұрғыдан Ресей Украинадан 4 есе көп мықты, экономикалық тұрғыдан Ресей Украинадан 10 есе мықты. Бірақ осындай артықшылықтарына қарамастан, Ресей әлі күнге дейін Украина жерінде нақты міндеттері қол жеткізе алмаса, ендеше
натоның 32 мемлекет екенін алып қарасақ, оның әскери күш екенін алып қарасақ, оның экономикалық тұрғыдан әлемдегі жалпы ішкі өнімнің басым көпшілігіне ие екенін алып қарасақ, Ресейдің мұндай қақтығыста жеңіске жетуі неғайбыл. Кеше немесе жаңа мен басылымдардан көріп қалдым, 4,5 сағатқа созылған отырыста, сессияда Путин айтыпты: Украина әскері таусылуға жақын, біз өліспей беріспейміз. Соғысты бейбіт түрде компромиске келіп аяқтауға дайынбыз деді. Сессия аяқталмай жатып, журналистер осындай ақпарат таратты. Бірақ соңында біздің талап шартымызды орындамаса, біз соғысты аяқтамаймыз деді. Бұдан не түсінуге болады? Жалпы батыс елдерінің сарапшылары Путинмен келіссөз жүргізу мүмкін емес дейді. Қазіргі уақытта мынандай дүние бар, ақпарат көздерінде айтылатын дүние бар және айтылмайтын дүние бар. Жалпы күні кеше ғана енді Путиннің өздеріңіз жаңа өзіңіз айтқандай тікелей эфир сұрақтарына жауап берді. Және осы тікелей эфир сұрақтарында біз көріп отырғанымыздай, жаңағы айтылған мәлімдемелердің артында біз келісімге дайынбыз, бірақ бұл біздің шарттардың негізінде жүруге тиіс деген месседжді байқауға болады. Ал Ресейдің шарттары не? Ол жаңағы Стамбул келісім шарттары дегенді үздіксіз айтумен келе жатыр. Егер 2024 жылы, қателеспесем, шілде айында ма, Путин өзінің соғысты аяқтауға қатысты көзқарасын алғаш рет жариялаған болатын. Ол көзқарас қандай? Украина өзінің 4 облысын Ресейге береді, Қырымнан бөлек, ол Луганск, Донецк, Херсон және Запорож. Украинаның әскері Ресей айтқан негізге дейін азайтылады. Яғни қазір Украина жерінде мысалы соғысып жатқан 600 мыңға жуық сарбаз болса, Ресей бар болған 85 мың адам болуға тиіс дейді. Украинада қанша ұшақ, қанша артиллерия, қанша танк болатынын Ресей шешеді. Украина қандай да бір әскери ұйымдарға кірмейді, әсіресе НАТОға кірмеу керек. Украинаға басқа бір мемлекеттер тарапынан кепілдік берілмеуге тиіс, қауіпсіздігіне деген сияқты осындай шарттар қойып отыр. Бұл соғысты аяқтау емес, түсінген адамға бұл капитуляция. Түптеп келгенде, Ресейге бағынышты болады Украина толықтай. Себебі бұл шарттар орындалатын болса, Ресей сөзсіз бірнеше жылдан кейін Украинаға қайтадан соғысқа ашады деп толыққанда айтсақ болады. Себебі әскер саны азайған, қандай да бір сырттан қауіпсіздік кепілдігі берілмеген мемлекетке Ресей қайта күш жинап соғыс ашуына енді ешкімде кедергі бола алмайды. Сондықтан бұл шарттарға Украина өзінің көнбеуін айтуда. Қазіргі уақытта енді көріп отырғанымыздай, Ресей әскерінің жағдайы бір аса мәз емес. Ресей әскері алға жылжып келе жатыр Украина жерінде, бірақ бұл қаншалықты үлкен шығындармен сипатталады. Кішігірім елді мекенді алу үшін айлап уақыт жоғалтуда, мыңдап сарбаз, жүздеп техниканы жоғалтып жатыр. Одан бөлек сырттан әскери көмек алуға мәжбүр. Ол әсіресе Иран және Солтүстік Корея. Яғни көріп отырғанымыздай, Ресей экономикалық тұрғыдан, әскери тұрғыдан өзінен әлсіз саналатын мемлекеттерге тәуелділігі арта түсті. Әсіресе Солтүстік Кореяға. Солтүстік Кореяда мысалы миллиондаған дана снаряд алуда. Сәйкесінше Солтүстік Кореяға ешқашан берілмеуге тиіс деген технологияларын беруде. Былайша айтқан кезде Ресейде ғана болуға тиіс әскери құпияларын мәжбүрліктен басқа мемлекеттерге беруге мәжбүр болып отыр. Солтүстік Корея билігі, ол Иран билігі деген сияқты. Сондықтан көріп отырғанымызда Ресейдің де әскери мүмкіндіктері ұрыс даласында белгілі болды және соңғы уақыттарда ол да бір қиындап бара жатыр. Ресейде әскери техникалық тұрғыдан алып қараған кезде бронды техника өте көп. Себебі бұл енді кеңестік мұра деп те айтсақ болады. Яғни Ресейдің әскери қоймаларында мыңдаған, тіпті ондаған мың бронды техникалар бар еді. Қазіргі уақытта ол бронды техникалардың саны ұрыс даласында тіпті көп көріне бастады. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз Ресейдің жаңа техникаларының үлес салмағы азайып, ескі техникаларды қоймадан шығарып, модернизациялап ұрыс даласына жіберуге мәжбүр болып отырғанның бір көрінісі. Сөзсіз Украинаның да енді жағдайы мәз емес. Ұрыс даласында көріп отырғанымыздай Украинаның негізгі жаңағы әскери күші ол батысқа тәуелді. Егер Америка құрама штаттары Украинаны қолдаудан бас тартатын болса, ендеше Америка құрама штаттарының орнын европалық мемлекеттер алмастыра ала ма деген сұрақ туындайды. Менің ойымша алмастыра алмайды. Себебі Европа мемлекеттерінің әскери әлеуеті Американы толыққанда алмастыратындай деңгейде емес. Сондықтан Украина қазір енді батыста болып жатқан шешімдерге алаңдаулы. Әсіресе Трамптың билігі 2025 жылы 20 қаңтарда Трамп қандай шешім қабылдайды, инаугурациядан кейін бұл соғысты аяқтауға қатысты оның көзқарасы қандай дегенде сұрақтар туындайды. Сондықтан Украина сөзсіз әскери тұрғыдан енді батысқа тәуелділігі байқалады. Ал енді Путиннің кешегі айтқан мәлімдемелеріне өзіміз айтқан осы сөздердің негізінде қорытынды жасайтын болсақ, Путин де келіссөзге кетер емес. Себебі оның да әскери әлеуеті сарқылудың алдында тұр. Бірақ ұрыс саласындағы негізгі жеңіс ретінде ол Украинаның 4 облысын
қайтсек те аламыз деген жаңа мақсат қойып отыр. Бірақ бұл толыққанды Ресейдің жеңісі бола ма деген сұрақ туындайды, себебі Украина соғысының аяқталуына қатысты қазір бірнеше сценарий бар. Және бұл сценарийдің барлығы дерлік Ресейдің Ресей ұлтшылдарының, әсіресе Дугин сияқты ұлтшылдардың көзқарасына сәйкес келмейді. Біріншісі, ол Украина өзінің аталған 4 аймағын Ресейге береді, бірақ Финляндияның моделінде дамуы мүмкін. Яғни батыс Ресейге көбірек экономикалық қаржы құяды, экономикалық инвестиция құяды, Украинаның экономикасын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Сәйкесінде біраз жыл өткеннен кейін Украинаны НАТО-ның құрамына қосуы мүмкін деген бір сценарий. Бұл әрине Ресей ұлтшылдарына жақпайды, себебі Ресей ұлтшылдар толыққанды Украинаны алғысы келеді. Екінші сценарий бар, ол 38-ші параллельдің сценарийі, яғни Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның бөлінген сценарийіне ұқсас, ортақ бір ұрыс шебінен бөлінеді. Соғыс аяқталмайды, бірақ ұрыс қимылдарын тоқтату бойынша шешім қабылданады. Себебі қазір өзіміз білетіндей, Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның арасында соғыс аяқталмаған, яғни бейбіт келісім жоқ, бірақ ұрысты тоқтату туралы келісім бар. Яғни бұл келісімнің қауіптілігі сол, кез келген уақытта ұрыс қимылдар қайтадан басталып кетуі мүмкін дейді. Бұл сценарийда Ресей ұлтшылдарына жақпайды, себебі олар Украинадағы ұрыс қимылдарын тоқтату, Украина билігі үшін қайтадан күш жинап, әскери әлеуетін қалпына келтіруге мүмкіндік береді деп санайды. Және тағы бір сценарий бар, ол Германияның сценарийі, ГДР-дің кезіндегі. Яғни ықпал ету аймақтарына бөліп аламыз Украинаны деген сияқты, Украинаның жерін толыққанды Украинаның жер деп мойындаймыз, ал Ресейдің оккупациясында қалған жерлерді Ресейдікі деп мойындамаймыз, бірақ тек қана батыстың бақылауында тұрған аймақты, Украинаның батысындағы аймақтарды НАТО-ның құрамына қосамыз деген сценарий бар. Бұл сценарийде Ресейдің ұлтшылдарына жақпайды. Сондықтан соғысты аяқтауға қатысты осындай бір сценарийлер айтылуда, және бұл сценарийлердің басым көпшілігі Ресей ұлтшылдарын қанағаттандыра қоймайды. Дегенмен Ресей билігі, Ресей басшысы Путин кешегі өзінің тікелей линия барысында жеңіс ретінде негізінен Украинаның 4 облысын басып алуды және оны Ресейдің құрамына қосуды негіздеген болатын. Яғни аудиторияға толыққанды жеңіс ретінде осыны ұсынғысы келеді. Бірақ толыққанды жеңіс ретінде Ресей басшысы 2022 жылы соғысты бастаған кезде мүлде бөлек айтқан еді. Яғни оның біз сөзіне назар аударатын болсақ, денацификация, демилитаризация, толыққанды Украина билігі барлық кепілдіктерден бас тарту керек деген сияқты сондай сөздерді айтты. Көріп отырғанымыздай бұл міндеттердің бірде-біреуі жүзеге аспайды, тек қана толыққанды жеңіс ретінде 145 миллиондық аудиторияға сол оккупацияланған Украина аймақтарын ғана ұсына алатын деңгейде тұр.